үй тұрғызу, телефон алу, көлік алу деген сияқты, бір елдерге саяхаттау деген сияқты біздің кішігірім немесе үлкен арман мақсаттарымызды өмірдің мәні қылдырып жіберсек, сол бағанағы арман мақсаттарымыз, тілектеріміз біздің өмірлік энергиямызды алып отырады. Яғни біз сол арман мақсаттарымызға, сондай бір тілектерімізге, ниеттерімізге отын боламыз, расходный материал боламыз. Сол сияқты біз өзіміздің кәсібімізбен, немесе бір дәрежемізбен, мамандығымызбен, өнерімізбен, талантымызбен ассоциировать етпеуіміз керек. Яғни қалай ол ассоциировать етпеу деген? Яғни мен мысалы Артур Зинуллинмін, мен ютубшы блогермін мысалы, енді менде жаңа бағана блогтарымды бастап жатырмын ғой, бірақ сонда да мен өзімді тек қана осы өмірде мен сондай бір ютубшы, бір блогермін деп әрдайым бағана мені таныстырғанда, сен кімсің Артур Зинуллин? Мен ютубшы блогермін деп әрдайым бағана солай жүретін болсақ, сол біздің бағанағы мамандығымыз, сол атағымыз, дәрежеміз, сондай бір статусымыз біздің өмірлік энергиямызды алып жүреді. Сондықтан біз кімбіз? Мен мысалы Артур Зинуллин, мен кіммін? Мен ұлы рухпын, мен жанмын. Бұл өмірге, бұл әлемге осы Артур Зинуллин деген ер адамның денесіне біткен жанмын. Немесе қысқаша айтқанда, мен ер адаммын, мен еркекпін. Мен өзімді тек қана осы бір қасиетпен, немесе осы бір атаумен, осы бір дәрежемен деп айтсам болмайды. Яғни мен бағанағы ютубшы емеспін, кәсіпкер емеспін, мен бір әке емеспін, бала емеспін. Ең бірінші нәрсе, мен Артур Зинуллин осы еркек денесінде біткен жанмын. Сол менің бастапқы, ең негізгі бұл өмірге келген миссиям. Яғни адамның өміріндегі миссияларын алатын болсақ, ең басты миссиям, мен сол жанмын, осы дүниеге, осы бір еркек адамның денесіне келген, өзімнің бір таланттарыммен келген, өзімнің бір қасиеттеріммен келген, бірақ ол қасиеттерім, таланттарым бірнеше бағанағы орындардан кейін өзінің бағанағы кезегін, немесе орнын, немесе дәрежесін алады. Бірақ бірінші дәрежеде, бірінші мақсатта мен осы ер адамның денесіне біткен жанмын. Бұл дегеніміз, егерде біз мысалы студент болсақ, бухгалтер болсақ, ютубшы болсақ, осы өзіміздің мамандығымыз туралы, яғни мамандығымызбен таныспау деген нәрсе емес. Бұл деген сол бағанағы мамандығымызбен, немесе сол бір таланттарымызбен өзімізді ассоциация құрмау. Өзіміз бірінші кезекте өзіміздің ішімізде, яғни сол бір мен сондай бір әншімін деп тек қана сол әншілікпен мақтан тұтып жүрмеу. Мына көбіне КСРО, яғни СССР кезінде бана жұмыс жасаған адамдар біледі, әлгінге шейін мысалы үлкен апаларымыз, кейбір ағаларымыз, аталарымыз деуге де болады. Сол бағана кезінде КСРО уақытында алған бір атағын әлгінге шейін айтып жүреді, өзін сол бағана атақпен таныстырады, мына жерде медальдарын салып жүреді. Әрине, ол адамдарға мен өзімнің құрметім бөлек, бірақ енді шынайы сөйлессек, бұл жерде біз ютубта шынайы сөйлесу үшін отырмын. Шын айтсам, мен өзімнің ішімдегі нәрсемді барлығын бана шынайы айтып отырмын. Шынайы сөйлессек, ол адамдарды мен енді соншама бір бақытты деп есептемеймін, ойламаймын. Енді кейбіреулеріңіз айтуы мүмкін, ол адамдар сондай бір қиын өмір сүрді, ол адамдардың немерелері бар, шөберелері бар, не үшін ол бақытты емес деп. Мен үшін немерелі болу, шөберелі болу, ол бақыттың бір критериясы, яғни бақыттың бір белгісі емес. Мен үшін бақытты болу, мен өзімнің ішкі жан дүниемнің бір өлшемі. Егер бақыт деген нәрсені өлшейтін бір, мысалы, сіздің салмағыңызды өлшейтін бір весы деген болады, сол бақыт деген нәрсені бір өлшейтін бір шкала болатын болса, сол шкаланы бағана ішімізге, мысалы, градус ретінде салатын болсақ, сол уақытта сенің бақытың қаншалықты биік, міне сол нәрсе шынайы бақыт деген. Енді ондай шкала әлі ойлап таппаған шығар, бірақ сонда да. Сондықтан біз әнші емеспіз, біріншіден, күйші емеспіз, жазушы емеспіз, біз бірінші ер адамбыз, егер ер адамның денесінде тусақ, сосын әйел адамбыз, егер әйел адамның денесінде тусақ.
Енді мына әртүрлі адамдар көреді мені. Кейбір адамдар болуы мүмкін бағана жыныстық ориентация, иә. Сіздің бағана жыныстық ориентацияңыз қандай болса да, сіз қай денеде жан болып кірдіңіз, сол дене. Ер адам болса ер адам, әйел адам болса әйел адам. Жалпы мына ориентация деген нәрсе ол инь-ян энергиясының дисбалансы, баланстан кеткені. Ол туралы менің кішкене бір видеом бар, жалпы инь-ян туралы. Сол сондықтан басты миссиямыз, басты біздің күшіміз осы. Сондықтан кейде бағана өзіңізді жоғалтып алып жатсаңыз, немесе өзіңізді мен бір сондай бір мұғалім деп бағана төсіңізді қағуға бір құмар болсаңыз, жатарда, жалпы жүргенде, жалпы мектебіңізде, сол жұмысыңызда өзіңізге айтыңыз ниет ретінде: мен әйел адаммын, мен әйел затымын, немесе мен ер адаммын, мен ер затымын. Сол уақытта сізге, сол өзіңіздің ниетіңізге сай энергия келе бастайды, бүкіл бағана энергияларыңыз реттене бастайды, балансқа келе бастайды. Осы нәрсеге дұрыстап көңіл бөлген жөн. Жалпы былай айтқанда ондай бір өмірге пайдасы сондай бір зор нәрсе емес ретінде көрінеді. Бұл нәрсенің менің ақша табуыма, менің бағанағы жақсы әйел немесе жақсы күйеу кездестіруіме қаншалықты көмегі бар деп ойлап қалуыңыз мүмкін. Сеніңіз, егер сіз баланста болмасаңыз, ол шынайы бақытқа жету қиын болады. Сондықтан бұл нәрсенің көмегі өте зор.